Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Сіздермен бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Ақсу аудандық филиалының меңгерушісі Торғын Мұратқызы Шермұханова. Бүгінгі біздің тақырып азық-түлік, грамматикалық тақырып ілік септік. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жеміс, алма, алмұрт, өрік, шие, көкөніс, картоп, қырыққабат, пияз, қияр, сәбіз, қызанақ, түс, қоңыр, жасыл, қызыл, сары, сарғыш, қышқыл, ащы, дәмді, баға, беріңізші, піскен, піспеген, жұмсақ, қатты, жеңілдік, дүкендер желісі, сұхбат, пайыз. Бірінші тапсырма. Дыбыстарды қайталаңыз. Ө. Төсек үстінде төрт бөрік. Төртеуі де көк бөрік. О. Қондық жаңа қонысқа. Қалың екен жоңышқа. Қоныстағы жоңышқа. Оралады қонышқа. Ү. Күн бе, түн бе? Түн бе, күн бе? Үкі үйінде. Ә. Інім, інімнің ішігін ілмекке ілді. О. Құмар, ұстаған құлын, Мұрат ұстаған құлынға ұқсайды. Ә. Әсел, әсем бе? Әсем, әсем бе? Әсем, әсем бе? Әсел, әсем бе? Әмір, әбігер, неге әбігер? Екінші тапсырма. Әр суреттің астына қажетті сөздерді жазыңыз. Тексеріңіз. Қызыл алма, жасыл алмұрт, дәмді шие, піскен шабдалы, сары сәбіз, сарғыш пияз,
қоңыр картоп, ащы лимон, піспеген қызанақ, қышқыл қияр. Төртінші тапсырма. Артық сөзді сызып тастаңыз. Себебін түсіндіріңіз. Тексеріңіз. Алма, алмұрт, өрік, қызанақ, қияр, сәбіз, дәмді, қышқыл, ащы, ірімшік, айран, қаймақ, ащы, қышқыл, дәмді. Ілік септік. Ілік септік жалғауы меншіктік мағынаны білдіреді. Әдетте ілік септікті сөз тәуелдік жалғаулы сөзбен тіркесіп қолданылады. Ілік септік жалғауы үндестік заңына бағынады. Мысалы, Асқардың мәшинесі автотұрақта тұр. Викторияның күйеуі 30 жаста. Жалғаулары дың, дың, тың, тың, ның, ның. Сұрақтары кімнің, ненің? Төртінші тапсырма. Тиісті жалғауды жалғаңыз. Тексеріңіз. Алманың, шиенің, ауылдың, қаланың, мұғалімнің, бастықтың, әженің, атаның, нанның, сүттің, сәбіздің, жемістің, көкөністің, пияздың, көшенің, пәтердің, ірімшіктің, қаймақтың, есепшінің, заңгердің. Бесінші тапсырма. Қажетті жалғауды жалғаңыз. Тексеріңіз. Лимонның дәмі, үйдің нөмірі, Асқардың пәтері, қанттың бағасы, сәбіздің түсі, көшенің атауы, Асылбектің әйелі. Үй тапсырмасы. Сандарды сөзбен жазыңыз. Мысалы, алма 320 теңге тұрады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.